Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде плюсте бол бағдарламасы, және біз бүгін әдеттегідей футболдан Қазақстан премьер лигасын талқылаймыз. Бұл жолы 17-ші турды қорытындылап, 18-ші турда қандай ойындар өтеді дегенге шолу жасайтын боламыз. Әлбетте, біз бүгінгі бағдарламаның серіктесі Олимпиад екенін еске саламыз. Эфирде мен, Айбек Қабылша және Дәулет Сейітбек. Ал Дәулет, өткен турда қандай нәтижелер тіркелді, өзің бір айтып бермедің ба? Өткен тур 6-1 керемет матчтың куәсі болдық. Үш ойында 1-0 деген есеп тіркелді. Қалған ойындарда қос команда өкілдері гол соғып шықты. Енді біртіндеп қазір жіпке түсіп айтып өтсек, ертіс жеңіс арасындағы алғашқы ойын 0-1 есебі тіркелді. Жеңіс ұжымы жеңіске жетті. Әрмен қарай Жетісу мен Алтай тағыдан 0-1 есебі. Жалпы қонақта жеңіске жеткен екі команда болды. Осы екі ойын. Әрмен қарай осы турдағы ең қызықты ойындардың бірде бірегейі. Бұл Каспий менен Ордабасының арасындағы матч 3-2 есебі тіркелді. Тобыл менен Оқжетпестің арасында 3-1, Ақтөбе мен Астананың арасында есеп 3-2 болды. Жалпы енді 6 ойын, бір ойын ерте өткізілген, бір ойын кейінге шегерілген дегендей керемет матчтардың куәсі болдық, және талқылайтында дүние жеткілікті. Голдар да көп соғылды. Және осы 6 матчта 1-1 тең нәтиже тіркелген жоқ. Төртеуінде алаң иелері, 2 матчта қонақтар жеңіске жеткен екен. Ендеше алғашқысынан бастайық. Бұл дәл осы турдың сенсациясы деп бағаласақ болатын шығар. Каспий Қызылордада Ордабасына ұтты және 1 емес 3 гол соқты. Осылай 3 ұпай алды Ерлан Шойтомптың шәкірттері шымкенттік командаға биылғы маусымдағы алғашқы жеңісті рәсімдеп берді. Енді бұл ойынның да қазір бізге видеосын берсе болады. Дәл осындай нәтижені күттің ба өзің? Мен өз басым негізі күткен жоқпын. Ордабасы бұл ойында сенімді жеңіске жетеді деген ой болды. Матч алдында негізі енді 10 адамның 9-ы дәл солай ойлаған шығар, бірақ Каспий шын мәнінде таң қалдырды. Ерекше бір тосын сый жасады. Және бұл ойында енді бірінші голды мінекей көріп отырмыз. Әрмен қарай мен Каспийдің екінші және үшінші голында ерекше атап өтер едім. Ол кезде Үсеновтың Киламан қалай әдемі қаптал арқылы алдап өткені бар. Киламанның қателігінен кейін Каспийдің екінші голы соғылды. Каспийдің үшінші голы да дәл осы Килама есімді ойыншының қателігінен кейін салынып отыр. Жалпы көп қателікке жол берді бүгінгі ойында, бұл ойында. Және Ордабасы енді өзіне тән мәнерде көп шабуылдады, 20 шақты соққы жасады дегенмен дәлдік сыр беріп жатты көп жағдайда. Өйткені тура соққыларды санап қарайтын болсақ 3-4. Яғни Каспийдің көп мүмкіндігі болмаса да өзінің бар мүмкіндігін барынша ұтымды пайдаланды. 3 соққының 3-і де гол. 3 соққының 3 тура соққы 3-і де гол. 100% нәтиже, көрсеткіш. Сондықтан Каспий бұл ойында жеңіске лайық емес ойнады деген сөздерді айтудан аулақпыз. Енді Қызылордада ойнады, бірақ Қызылорда Қайсар арена өзінің аренасындай болып кетті ғой енді бұл команда үшін. Одан кейін Йонсеннің соққан гол бар еді. Есеп 2-2 болған кезде, ол кезде расымен де офсайд болған. Расымен осы ойында байқасаң, Ордабасының тактикасы Йонсенге әдемі, бір басқа бойшаң ойыншы ғой, әдемі көтерді. Мынау жаңағы сен айтып отырған екінші гол ғой Каспийдің. Әдемі соғылды, және бұл жерде Абылайханның да біз ерекше аяқтың сыртымен түртіп жібергенін кәдімгі Левандовскийдің, Роналдудың мәнеріндегі, Бенземаның мәнеріндегі аяқтың ұшымен түртіп қалатын әдемі бір гол болды. Және осы тұрғыда Каспийдің қорықпай шабуыл жасағаны ұнады. Ордабасы дәл бұндай тегеурінділікті күткен жоқ. Және байқасаң Ордабасыда осы 3-ші нөмірлі қорғаушы қайта-қайта қателесті. Екінші голдың кіруінде де осы 3-ші нөмірдегі қорғаушы қалып қойды. 3-ші гол соғылатын кезде де дәл осы 3-ші нөмірдегі Ордабасының қорғаушысы қалып қойып жатты. Енді бұл тұрғыда тағы да бір айтатыным, мен жаңа неге Йонсенге ерекше бір мән бердім. Бұның алдында Митков деген шабуылшы болды Ордабасыда, білесің, осы бірінші айналым кеткеннен кейін қоштасты. Ол ойыншы да, шабуылшы да өте бойшаң етін. Міне жаңағы айтып жатқан біздің үшінші голы бұл Каспийдің үшінші голы. Тағы да қай қорғаушы қалып қойған? Қазір қарасаң болады. Міне. Бұған дейін Үсенов қапыда қалдырып кетті. Мінекей екінші өрескел қателігі, екі үлкен қателік, екеуі де голмен аяқталды, қарсыластың голымен. Міне тамаша 3-ші нөмірдегі ойыншыдан 93-ші нөмірдегі ойыншының қашып бара жатқан әдебір бір көрінісі расымен осы өлінде Силла әдемі бар күшімен алыс тоғыздықты топ өткізді. Және жаңағы Йонсенге бір керемет мүмкіндік болды, және ол соқты, бірақ офсайд тіркелді ғой. Осы Ордабасы сол әдем алмастыра білген ұнайды маған Митковта.
бойшаң ойыншы, шабуылшыны бойшаң ойыншымен алып келді, бірақ Йонсон оған қарағанда сапалырақ әмбебап ойыншы. Сондықтан да міне осы ойында 2 гол соқты, біреу ережеге сай, біреу ережеге сай емес. Ал мына жерде енді Жасұлан Әмір ойынның соңғы минуттарында бір қылт еткен, жылт еткен үміт беріп еді ордабасы жанкүйерлеріне, бірақ уақыт одан кейін жетпеді. Енді бұл жеңіліс қаншалықты әсер етуі мүмкін ордабасыға? Меніңше бұл үлкен сабақ болатын сияқты. Өйткені Каспийге қарсы ойында дәл осындай сескенбестен бір тегеурінді бір қарсылық көрсетіп ойнайды дегенді күтпеген сияқты Шымкенттің командасы. Жеке дара бірінші орында тұр, 2 ойын кем өткізсе де Қайраттан ұпай саны бойынша озып тұрды, бір кішкене өздерін асыра сілтеп бағалап қойғанда шығар бәлкім. Дәл осы ойын үлкен сабақ болады деп ойлаймын. Және Қайраттың жанкүйерлері, алматылықтар қазір алғыс айту керек ақтаулықтарға. Қысқартып берді екеуінің арасын. Бір досым бар менің Ақтауда деп әндетсе де болатын секілді алматылық жанкүйерлер. Расымен 2 ойыны қазір кейінге шегерілген 2 ойыны бар Ордабасының, енді бірақ ойыны ғана қалды өткізбеген. Және ол ойында да Ордабасы жеңіске жетпесе, алматылықтар ертең Чемпиондар Лигасындағы Еврокубоктағы мәселені, топтық кезең мәселесін шешіп алып жатса, шындап кіріседі ғой бері қарай. Ол кезде енді Ордабасының жағдай қиындау болады, түсінікті. Енді бұл ойында Каспийде жеңісімен құттықтаймыз. Ордабасылықтар енді кеше Андрей Мартиннің өзі айтты ғой, біз егер шын мықты болсақ, дәл осындай жеңілістен кейін келесі ойындарда жеңіске жетуіміз керек. Мықты жеңілмейтін команда емес, мықты сол соққыдан кейін есін тез жиған адам, команда тек сол ғана мықты болады деген әдемі айтты. Және көрейік енді әдемі ойында бұдан кейін де Ордабасы көрсететін шығар. Келесі матчқа тоқталайық. Елордада өткен керемет кездесу. Бұлда да 5 гол соғылды. Және Ақтөбе Астанаға қонаққа келді. Астана кеше Еврокубоктегі сырт алаңда әдемі жеңіске жетіп, жақсы келді да, бірақ осы ойынға 2-ші құрамды шығарды. Көпшілік Ақтөбе фаворит деді. Ойынды енді 2-ші құрамы бастады Астананың, бірақ менің бір қуантқаны енді бұл жерде Сейсеннің алаңға шыққаны, негізгі құрамда, және оның голдарда кінәсі бар деп айта алмаймын. Одан кейін Ақтөбе өзін бір сырт алаңда ойнағандай сезінген жоқ деп ойлаймын. Жанкүйерлердің саны өте көп болды. Қателеспесем 16 мыңнан астам жанкүйер келді деген ақпарат оқып қалды, көзім шалып қалды. Енді бұл ойында негіз Астана Еврокубокта ойнағанын айттық қой. Ол ойында тіпті ресеппен жеңіске жетуі мүмкін еді, бірақ тек 1-0 сырт алаңда. Ал бұл ойынға енді негізі жеңіске лайық ойнап берді деп айта алмаймын. Астана көп шабуылдады, Шомко және Ақтөбедегі бір барып келгенін білесің ғой Астанада. Енді бұл голды тойламай ма деп кәдімгі жанын шығарып тұрып тойлады. Негізі өзінің бұрынғы командасына қарсы соққан голын тойламайтын болса, Қазақстанда премьер-лигада соғылған әрбір 2-ші голдың біреуі тойланбайтын еді негізі. Ауысым көп қой бізде. Сондықтан бұған қатты бір мән берудің қажет жоқ сияқты. Мен бұл ойында Наниді ерекше атап өтередім. Енді Азамат шын мәнінде класс өзінің деңгейі көрініп тұр. Ал Зарияның соққан голы бұл жерде енді рикошет болды. Сейсенді кінәлетін жағдай емес, расымен де. Және Ақтөбе өзінің мүмкіндігі көп болмаса да, соны өте жақсы пайдаланды. Артур Шушиначев тіпті гол соғып кетті дегенде бір пікірлерді оқып қалдым әлеуметтік желілерде. Керемет әдемі соққы жасады. Шушиначевтың тіпті бұдан да бос қақпаға соғатын бір керемет мүмкіндігі болды ғой. Ысқырық болды ғой енді ол жерде. Ол кезде енді мақтауға лайық әрекет болған жоқ Артурдың тарапынан. Кезіндегі Фернандо Торрестің бір бәрін алдап өтіп сала алмай қалатын сәті есіме түсті Челсидағы. Ары қарай енді сөз бүкіл жанкүйер білетін шығар. Сондықтан енді футбол болған соң ол ондай дүниелер болып тұрады. Басы Шушиначев өзінде бар мүмкіндікті соқты. Ал мынау енді Заруцкийдің қателігі. Заруцкийдің қателігі деп енді астынсыз айттық, шын мәнінде доппен бірге ішке кіріп кетті. Бірақ Заруцкийдің бұдан бөлек 8 сейв жасағанын ұмытпайық дәл осы ойында. Жанкүйерлерге бір енді өтініш ретінде айтамыз ба, қалай қатты сынай берудің қажеті жоқ. Одан бөлек кемінде бір 5 голдан аман сақтап қалды Заруцкий. Енді әлем чемпионатының өзінде де қақпашылардың қателесіп жатқанын көріп отырмыз. Оның жанында енді Заруцкий бәлкім ойламады ма, бәлкім Астанадағы өзінің ойнаған есіне түсіп бір толқып кетті ма, ойланып кетті ма, қобалжу болды ма, міне негізі Александр Заруцкийдің дәл осы ойында өзінің бекерден бекер кетпегенін
дәлелдеуіне болатын еді, мысалы өзінің Чондыричтен де мықты екенін, Сейсеннен де мықты екенін көрсететін матчта осындай біраз жақсы сейв жасап жатқанмен бәрін осы бір қате жуып шайып кеткен секілді. Енді сейвті еске алмаса да, осы бір нәтижелі соққыны жанкүйерлердің біразға дейін Заруцкийдің есіне салатыны, тіпті Заруцкийдің өзі де біраз есіне алатыны сөзсіз бұл сәтті. Ал енді дәл осы ойында біз соғылған голдардың барлығын бізге қазір көрсетті. Енді Шамконың алғашқы голы ғой. Бізге қазір көп дау болған осы ойыннан кейін. Ең соңғы гол ғой. Астананың соққан голы бұрыштамадан кейін соғылды, ал дәл сол бұрыштамаға дейін доп Исламханның қолына тиді ма деген сұрақ болды. Астананың голы, Исламханның қолы осы бір сәттің талқылайық. Исламханның қолын мен өз басым бұл жерде бірнеше рет қайталап көрдім, үлкейтіп көрдім, тағы да көрсек болады. Бас енді асырылған сәтте негізі доп Бауыржан Исламханның қолына тиген. Міне, тіпті үлкейтіп қараудың да қажет жоқ, сол қолына тиген анық көрініп тұр бұл жерде, бірақ бұрыштама берілді дағы, бұрыштамадан кейін және Нани бастаған жігіттер барлығы қолға тигенін көрсетті. Бәрі айтып жатыр, бірақ ешкім назар аударған жоқ, яғни бас төреші. Міне, көрейік, жақындатып көрейік. Бұл жерден кішкене ракурс жабылып қалды, бірақ қолға тигені анық. Және Исламхан өзі осы ойында өте керемет ойнады, мен риза болдым алғашқы минуттардан. Және сол міне нәтижелі пасты қалай шығарды. Қараш, бірінші бұрыштамадан көтерді, мына жерде дүкенге жібергенін қарсай. Бір ғана қимыл және керемет осындай. Басмановтың голы. Басмановқа пас шығарған адамның басын айтып көрдім. Залар әлі айтып жатыр, міне ана жерде Ақтөбенің қосалқы құрамда бапкерлер қосыны, бірақ төрешіге ештеңе дәлелдей алмады. Әлем чемпионатында қазір осы бір ереже бар, өзің білесің. Егер бұрыштама қате шешім болып жатса, бас төрешінің тарапынан VAR араласып, бұл бұрыштаманың қате екенін айтылады. Тіпті кешек сары қағаздың өзінде де қазір VAR араласа алады ғой. Ал ол ереже әлі біздің Қазақстан премьер-лигасына енген жоқ. Жалпы әлемдегі ешбір топ біріншілік болсын, басқа да біріншіліктерге бұл ереже енген жоқ. Сол ереже егер енген кезде бәлкім осы жерде бұрыштаманың қате екенін, Исламханның қолына тигенін көрсетер ме? Бізде екінші видеоны да қойсаңыздар, міне жақындап тұрып жаңа көрсетілген видео бар. Кәдімгі білекпен тоқтатқан, Анық енді бұл жерде ешқандай дау қылудың қажеті жоқ, енді қажеті бар, керісінше. Дау қылу керек, бұл жерде бұрыштама дұрыс белгіленбеді, ал бұрыштамадан кейін жеңіс голы соғылды дағы Ақтөбе алайын деп тұрған бір ұпайынан айырылып қалды. Енді бір қарасаң, кейбір ракурстардан, мына ракурстан мүлдем көрінбейді мәселен қолға тигені. Сондықтан менді бас төрешіні де бұл жерде кінәлау қиындау. VAR-дағы жігіттер араласамайтыны екі бастан, онда ереже жоқ. Сондықтан енді бұл тұрғыда төрешілер Астананы сүйреді деп айтқаннан гөрі төрешінің бір адами фактор қателігі деп айтқан дұрыс па, қалай ойлайсың? Әлде қайда орынды. Бұл жерде төреші сүйреді деп айту мүлдем бұл орынсыз әңгіме. Ешқандай да бір бұра тартушылықты көрген жоқпыз. Бірақ бұл ойынның көрсеткіштері қазір бір назарымызға ұсынылып жатыр ғой. Астананың соққыларының санын қараңызшы. 25 соққы, 11 дәл соққы деген. Допқа бақылаудың өзінде 61%, 39% енді үлкен басымдыққа ие болды. Көпшілік Астана бұл жерде екінші құрамын шығарғандықтан Ақтөбе фаворит деді. Бірақ Астананың екінші құрамының өзін мен кеше көріп, шіркін-ай, мынандай негізгі құрам болуды біздің Қазақстанда әрбір бапкер армандайды-ау дедім. Енді керемет қой, қосал құрамының өзі жарап тұр. Қосал құрамында сенің ұлттық құраманың қақпашысы Сейсен тұр, Бауыржан Исламхан отыр, қосал құрамда шығарған құрамыңда легионерлерді есептемегеннің өзінде. Шамконың өзі қазір сол қапталда біраз адамды шам қаптырып кете алатындай деңгейдегі ойыншы. Енді сондықтан ақтөбелік жанкүйерлерге ерекше тағы да кеше мен риза болдым. Астана аренаны шулатып тұрып, кәдімгі Қобыландыда ойнап жатқандай бір әсер қалдырды. Тіпті Заруцкий қателескеннен кейін де Заруцкий деп айқайлаумен болды ғой. Яғни қателескен ойыншыны деп шулап бетіне басқан жоқ, жығылған кезде жұдырық болған жоқ, қайта ерекше қолдады. Бірақ міне жанкүйерлер егер қолдауынан бір команда жеңіске жететін болса, Ақтөбе жылда чемпион болатын еді ғой. Бірақ енді жанкүйерлердің өзі әлсіз болып қалды. Осы тұста дәрменсіз болды. Астана қаттырақ ойнады ма, әлде Ақтөбе
нашар ойнады ма сенің ойыңша айтшы? Астана қаттырақ ойнады. Қаттырақ ойнады және меніңше осы қосалқы құрамнан отырған жігіттер бар ғой, көп дәлелдегісі келді өздеріне. көп мүмкіндік бермейтін солар өздерінің дәлелдеп негізгі құрамға лайық екенін көрсете білді. Және Григорий Бабаян матчтан соң мен ойыннан ләззат алыңдар деп айттым, және жігіттер сол ләззатты өздері ғана алған жоқ, жанкүйерлерге де сыйлады деп ерекше қорытындылады. Ендеше біз де бағдарламамыздың алғашқы бөлімін дәл осы жерде қорытындылап, аздаған үзіліске кетсек. Біз плюс бол бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Тақырыбымыз Қазақстан Премьер-лигасының 17-ші туры. Келесі матч бізде талқыланатын Жезқазғанда Ұлытау Қайсарды қабылдады. Өте бір Жезқазғанға жету Қайсар үшін қиын болғанын айта кетеміз. Бірінші енді тікелей рейс жоқ қой, Қызылордадан ұшып баратын Астанаға ұшып келді. Астанадан Жезқазғанға ұшатын сәтте әуежайда бір оқыс жағдай болыпты Жезқазғанның. Сонымен ертең ұшады деді, ертең де ұша алмай қалды. Содан соң футболшылар аяқ астынан Астанада бар автобусты жалдап Жезқазғанға аттанды. Енді сенбі күні Балқашқа кететіні бар, Бурабайға кететіні бар. Астанадағы сапалы автобустың бәрі кетіп қалған. Сонымен әйтеуір арқасы жатпайтын бір автобусты тауып алып 2016 жылы шыққан 10 жылдық автобуспен барды. 13 сағаттай жүріп барды. Түнгі 2:30-да жетті. Таңғы 3-те тамақтанды, кешкі асын ішіпті. Мұның барлығы кәсіби спортта әсер етпей қоймайды. Оны жақсы білеміз. Дегенмен енді ойынды дәл осы ойынға келетін болсақ, бұл матчтағы ойынның тағдырын жалғыз гол шешіп кетті. Ендеше сол бізге үзіндіні қойса болады. Жаңағы Ұлытау соққан голдың барлығы қалай басталғанын, бұл Ұлытаудың соққан голы ғой. Бір ғана гол, бір ғана қателік, және 2 жапон жігіті осы айып алаңының ішінде өте жылдам бір жаңағы шешім қабылдай білді. Бізге арнайы осы дайындалған Қайсардың, Ұлытаудың соққан голы бір жаңағы баяулатылып тұрып көрсетілген видеоны қойсаңыздар дұрыс болатын еді, режиссерлар. Сен өзің дәл осы жерде айып соққысын Қайсар ойнатты. Содан соң көңілім қос Ағзамбаевқа берді, бірақ Ағзамбаев қапталға қарай алып кету керек еді осы жерде. Қарасаң, ешкім жоқ, прессингті Ұлытау ойыншылары жоғары жасады. Ағзамбаев ары қарай алып кетудің орнына қайтадан былай көрсетсеңіздер болады. Ортада ешкім жоқ, Ұлытаудың ойыншылары тұрған жерге допты қалдырып кетті. Ал біз білеміз, мұндай жерде допты жоғалту алаңның ортасында, өз жарты алаңында. Өз жарты алаңында бұл әлбетте жылдам қарымта шабуылға келеді, бірақ жылдам қарымта шабуыл болған жоқ. Уақытты қарасаң, қазір 12-де 52 деп тұр, әдейімен секундомерімен көрсетіп алдым. Енді қараңыз, қазір 13-де 54-56-ға дейін доп ұстап жүреді Ұлытау. Қайсардың ойыншыларына доп тигізбей. Кейде футболды көрген адам бір доптың артынан қанша адам қуалап жүр, не үшін бір-біріне пас береді дейді ғой. Қараңызшы, 13-те 54-ке дейін. Ал мына бір финт қалай? Әдемі. Әдемі өте білді. Вичебаридзе. Құлады, бір емес, бұл жерде бірнеше соқ болды. Біріншісі ойыншыларға тиіп кетті, әрмен қарай Жапонның 2 ойыншысы тұра ұмтылып қарада гол соқты. Кейде бір не үшін бір пас беріп жүр, алдыға қарай асырсай деп айқайлап атады ғой жанкүйерлер. Қарап тұрсаңыздар, күтті. Қателігі біреу ойыншымен бір барады, екінші барады, үшінші барады, төртінші ішінде 2 қадам жасамай қалуы мүмкін. Бір сәт Вичебаридзенің бір финті өтті де кетті. Осы видеоны қайтадан басынан бастап қоя берсеңіздер болады бізге. Енді дәл осы ойын жайлы не айтасың сен? Енді бұл гол Сабыр түбіндегі Сары алтыны Ұлытаудың. Ұлытау одан кейін өзінің алаңында бір-ақ рет ұтылды ғой, Ордабастан. Ақтөбемен тең ойнады, өз алаңында, одан кейін Қайратпен тең ойнады деген сияқты. Бұл ойында негізі Қайсар көбірек шабуылдады, мен оны көрдім. Бірақ тура соққылардың саны шамалас болған, бірақ 20 шақты соққысы болды, 15-16 шамамен Қайсардың. Цуцкиштің 2 керемет мүмкіндігі болды, бірінде маңдайшаға тиді доп, бірінде енді доп қақпаны тура дұрыс көздей алмады, қақпаштан айласын асыра алмады. Ендеше сол Қайсардың қауіпті сәттерінің видеосын бізге қойып берсе, Қайсарда да өзі бір әдемі бір 3 қауіпті сәті болды. Оның біреуі бірінші таймда осы Никола Цуцкичте және Изекелдің мына бір керемет пасында айта кетуіміз керек. Өте жақсы ойнады. Өкшемен шығарып кеткен, және Никола Цуцкич сол аяқпен қақырата тәуіп еді, қақпаның маңдайшасынан қайтты. Және дәл осындай мүмкіндік Алияр Мұхаммадта да болды. Енді дәл осы шабуылдан кейін бір 2 минуттан кейін салып кетті Ұлытау. Сен соқпасаң, саған соғады. Қарапайым ғана қағида, ескірмейтін.
Енді Эзекел мына жерде керемет пас шығарды, және Эзекел екінші таймда да дәл осындай әдемі пасты Алияр Мұхаммадқа да шығарды. Қазір оның да бізге видеосын қайталап көрсетеді. Сондықтан Эзекел бүгінгі ойында көп бір қара жұмыс атқарып жүрген ойыншылардың бірі. Міне, мына пасты қарашы, міне. Қалай бере салды. Сәл ғана қиыстау кетті. Жалпы бұл ойында Цускичті, Алиярды айтып отыр ғой енді. Керемет соққылар болды деп әсіресе Цускич туралы, бірақ мен бірінші кезекте осы Эзекелді атап өтер едім. Көп жұмыс істеді, енді өзі теппесе де әріптестеріне пас берді. Мына мүмкіндікті қарай, енді Алияр Мұхаммадтың бір керемет жерде бас бапкердің міне өкінішінде шек жоқ. Және дәл осы ойынның нәтижесінен кейін кейбір жанкүйерлері қызылордалық әлеуметтік желілерде Андрей Ферапонтовты қызметінен кету керек деп шулап. Мен де көп оқыдым ол туралы. Талап етіп жатыр. Енді мен осы тұрғыда жалпы Ұлытауға мен жаңа қалай қиын жеткенімізді айтып бердім ғой, ол ақталуы болып кетер деп әдейі Ұлытаудың статистикасын дайындап қойдым. Биылғы өз алаңында өткізген ойындардың бізге сол статистиканы берсеңіздер болады. Ұлытау биыл өз алаңында өткізген 9 ойынның 6-ауында жеңіске жеткен. Қазір қарайтын болсақ, екінші турда Ұлытау Қызылжарды қабылдаған, 1-0 есебімен жеңіске жеткен. 4-ші турда Ақтөбемен 1-1, 6-ші турда Тобылды 2-1 ұтқан, 8-ші турда Елімайды 1-0 ұтқан, 9-ші турда Қайратпен 1-1 тең түскен, 10-ші турда Каспийді ұтты 1-0, 13-ші турда Жеңіс тұтты 2-1, және 17-ші турда міне Қайсарды ұтып отыр. Тек қана Ұлытаудан 3 ұпай алып кеткен бір ғана команда бар, Ордабасы. Жеңіске жетті. Және Қайрат пен Ақтөбе ғана тең нәтижеге қанағат білдіріп кетті. Демек, Нұркен Мазбаевтың шәкірттері өз алаңында ол кез келген мықтына тоқтата алатын деңгейде. Бірақ сырт алаңда бұлай ойнай алмайтын өкінішті. Енді сырт алаң десең, сырт алаңдағы ойындардың біз қазір статистикасын келтіріп бере аламыз. Дәл осы ретте. Атыраумен 1-ші турда Ұлытау сырт алаңда ұпай бөлісті. 3-ші турда Оқжетпестен жеңілгенмен, одан кейін 5-ші турда сырт алаңда Алтайды ұтып келді. 2-1 есебімен. Содан кейін сырт алаңға Жетісуға барып жеңілгенді. Жетісумен Астанадан жеңіледі. 7-ші 11-ші турда, 12-ші турда Ертіспен тең түсті. 14-ші турда Қайсармен тең түсті. Ал енді Ордабасыдан Шымкентте жеңіліп қалу енді ешкімге сын емес шығар. Сондықтан өз алаңында да, сырт алаңда да әдемі ойнап келе жатыр бұл команда. Және турнирлік кестенің өзінде де жағдайы әжептәуір. 7-ші орын дегеніңізбен қазір жаңағы 3-ші, 4-ші орында тұрған командалардан 2-ақ ұпай қалып тұр. Әлде таластар жүргізіледі, және бұл команданың өз алаңындағы ойындары шын мәнінде өте керемет өтіп жатыр. Енді өз алаңында бір ғана жеңіліс. Өз алаңында Елімайды, жаңағы Қызылжарды, Жеңісті, Тобылды барлығын тізе бүктіріп жатқан кезде, білмеймін, енді Қайсарды тізе бүктіру соншалықты бір Ұлытау үшін мен қиын болады деп өзім ойлаған жоқпын. Енді сәл осы қызылордалықтар бәлкім басы қатты басталған сапарды аяғын тәтті қып, тым болмаса тең нәтиже алып кетер деп едік, бірақ Ұлытау енді ақыры өз алаңында алынбас қамал екенін, кез келгеннің қамалын ала алатынын және бір мәрте дәлелдеді, және жезқазғандық жанкүйерлер үшін ерекше бір мереке болды деп айтуға болады. Жанкүйерлер де көптеп келіп жатқан қуантады Металлург стадионына. Өз басым ол стадионның айналасында талай болғам. Енді футбол тойы Жезқазғанға қайта оралып, жанкүйерлер де бұл қалыс қалмай жатқаны шын мәнінде қуантады. Және Нұркен Мазбаев пен Андрей Ферапонтов бас бапкер ретінде бұған дейін 4 рет кездескен екен. Ол 5-ші кездесу. Соның 3-еуінде Нұркен Мазбаевтың командасы жеңіске жеткенде, 2 ойында тең аяқталған. Бұл тұрғыда да Нұркен Мазбаев өзінің мықтылығын дәлелдеп кетіп тұр. Енді біз қалған ойындарға да тоқталып өтейік. Бізде уақыт өте шектеулі, ал біз талқылайтын ойындар әлі де жеткілікті. Келесі матч Қостанайда Тобыл мен Оқжетпес арасындағы матч. Өзім осындай 4 гол соғылатынын және Тобылдың ерекше басымдықпен, айқын басымдықпен жеңіске жететінін күттім ба? Мен өз басым айтайын күттім, өйткені Оқжетпес қазір бір сәтсіз серияға кіріп кеткен сияқты. Жақсы бір серияда келе жатты. 7 ойын қатарынан жеңілмей келе жатқан команда осы ойынмен қоса алғанда 3 ойын қатарынан соңғы 3 матчта жеңіліс тапты. Бір басына қара бұлт үйірілген бір кезең болып тұр Оқжетпестің. Сондықтан Тобыл ұпай ауадай қажет команда. Және бұл ойында өз алаңында сол кемінде 1-2 доп басымдығымен жеңіске жетеді деген сенім болды. Және тура сол ойымыз іске асты. Бұл жерде енді 3-1 тағы бергеннің, Гераның голдары,
ал тек бір Бородиннің голменен жауап берді. Ал Тобылға келер болсақ, Тобылдың әрі нәтижесі біркелкі емес. Жеңіліс қатарласып келе жатыр. Өз ойының тапты деп айта алмаймыз. Бірақ Ислам Чесноковке келе Тобылдың шабуылына қан жүгіргені көрініп тұр, және Асқат Тағыберген де өзінің сенімді серік екеннен кейін қайтадан жасындай жарқылдап жүр, тағы да гол соқты. Енді Оқжетпес 3-ші рет қатардан жеңіліп отыр Қазақстан Премьер-лигасында. Енді бұл сәтсіздіктерден шығады деген ойдамыз. Тіпті бүгін әлеуметтік желіден байқадым. Төрешілердің де кейбір шешімдеріне наразылығы бар секілді Оқжетпестің. Сондықтан осы төрешілер комитетімен бір кездесу өткізетін хабарлап қойған екен ресми парақшасына. Енді оны да көреміз, қандай шешім қабылданды, қандай мәселелер, қандай эпизодтар талқыланды, оны да алдағы уақытта жариялар жатар. Оқжетпестегі біздің өзімнің досым, әріптесіміз Ербол Қайыров та бар, қазір клубтың директоры, сондықтан Ерболдан да бір жақсы хабар күтеміз. Ал енді келесі ойынға тоқталып өтейік. Жетісу мен Алтай арасындағы матч Алтайдың жеңісімен аяқталды. Алтайдың арғы жағынан келіп жеңіске жеткен команда қазір Қайрат Нұрдәулетовтың да жағдайын қиындатып кеткендей. Бірақ мен бір нәрсе айтайын, жанкүйерлерге жақпаса да, мен үшін осы турдағы ең қызықсыз ойын болды. Шабуылдардың саны өте аз болды. Нұрдәулетовтың командасы меніңше жаттығуда тек допты қалай бақылауда ұстап жүру керек деген дүниеге баса назар аударатын сияқты да, допты ұстап жүреді, ойын бар, көріп тұрмыз, пас алмасу, бірақ шабуыл жоқ, шиеленіс жоқ, соққы жоқ. Соққы жоқ. Алып жүреді, бірақ түйіндей алмайды шабуылды. Енді Жетісудың бас бапкері Қайрат Нұрдәулетов ойыннан кейін айтты ғой, биылғы маусымдағы біздің ең сүреңсіз ойынымыз осы матч болды деп өзі де жасырған жоқ. Сондықтан енді алдағы уақытта Талдықорғандық команданы қайтадан аяғына тұрғызып, Қайрат Нұрдәулетов жеңісті жолды жаңылмай табар деп үміттенеміз. Отандық маманға әлбетте біз сәттілік тілейміз. Және келесі кездесу тағы да бұл ойында қонақтар жеңіске жетті. Ертіс өз алаңында жеңістен жеңілді. Бұл ойында күттің бе осындай нәтижені? Бұл ойында негізімен екі тарапта гол соғады деп күттім. Бірақ енді жеңіс сырт алаңда дәл осылай 0-1 есебімен жеңіске жетеді деп ойламадым. Міне гол соғылған сәтте негізі қайталап көрсек те болады. Көрермен қауым дау қылып жатыр екен. Бұл жерде айып тобы болмау керек еді, допқа ойнады Жарымбетов деп. Соны ерекше атап өткен екен. Енді әттең ол сәттімен өткіз, ол көрермендердің пікіріне жіберіп алып ма, әйтпесе сол жерде де кесіп, қиып, әдемілеп тұрып, дайындап қоюға болатын еді. Енді жеңіске жетті, турнирлік кестеге көз жүгіртіп өтейік. Дәулет, қазір топ басында Ордабасы тұр, 17 матчтан соң 40 ұпайы бар. Екінші орында Қайрат 39 ұпайы бар, 18 матч өткізді. Астана 3-ші орынға көтерілді, 29 ұпаймен. Керемет елордалық команда алғашқы үштікте. Оқжетпес сырғып қазір 3-4-ші орынға түсті. Енді еш жимаса Елімай мен Ұлытау, Ақтөбе үшеуінің бірі одан озып кетуі әбден мүмкін. Енді Атырау алғашқы 9-ды бастап тұр. Төменгі екіншісі кестеге көз жүгіртетін болсақ, Жетісу және Тобыл үшеуінде, Қайсар төртеуінде 18 ұпайдан бар. 4 командада 18 ұпай және 17 ұпайы бар. Каспийде де ерекше айтуымыз керек. Ерлан Шойтымовтың командасы соңғы 3 матчта жеңіске жетті. 9 ұпай алды. Керемет па? Керемет, отандық маман десеңіз, міне, отандық маман. Алтай кешегі жеңістің арқасында 14-ші орынға көтерілді. Қызылжар мен Ертіс солтүстіктегі екі команда қазір көш соңында қалып қойды. Ал енді сүрмергендер көшінде бізде әлбетте Роман Мұртазаев 8 голмен тұр, екінші орында Жоржиньо 8 голы бар. Енді Дастан Сәтбаев пен Жасұлан Әмірді 7 голы бар деп айтқанымызбен, Дастанның бұл бәсекеде енді ешқандай да араласпайтыны белгілі. Сәттілік тілейміз әлбетте Дастанға. Келесі турда қандай командалар ойнайды дегенге бір көз жүгіртейік та, 18-ші турда Оқжетпес Жетісуды қабылдайды өз алаңында. Жеңіс Ұлытау мен Астана аренада шеберлік байқатады. Қызылжар мен Тобыл, Атырау мен Қайрат кездеседі. Және Қайсар Каспийді қабылдайды. Қызылордада осы Қайсар аренаның бүгінгі қожайыны кім деген сұраққа жауап іздеуі мүмкін. Және Ерлан Шойтымов, қызылордалық бапкер, сол жердің тумасы. Бұл ойын үлкен кәдімгі бір 3 ұпай емес 6 ұпай үшін бұл өтетін ойын. Мен бәлкім осы турдағы ең қызық ойын болады шығар деп айтар едім. Себебі бірақ мына жақта Ордабасы мен Елімай бар, және Алтай мен Ақтөбе бар, Ертіс пен Астана бар. Жалпы бізде осы 18-ші тур өте қызық болғалы тұр. Ендеше баршаңызды осы Қазақстан Премьер-лигасын қарауға шақырамыз. Дәулет, қалай? Біраз бұл тур өзіңе ұнады ғой жалпы,
Алтақ ойын болғанмен гол көп соғылды. Сапалы ойындар болды. Енді ішінде бір-екі ойын жаңа ғана айтып өттім, енді өзіме ұнамаған ойында. Ал жалпы алғанда тур өте қызықты өтті. Тең нәтиже тіркелмеуінің өзі бұл турдың қызықты өткенін көрсеткіші емес па? болды. Және енді алдағы турда өте қызық болады деген ойдан өз басым Ордабасы мен Елімайдың арасындағы ойынды асыға күтемін. Ендеше құрметті жанкүйер, баршаңыз стадионға барып жанкүйер болыңыздар. Стадионнан көрген футболдың әсері бөлек, және келесі дүйсенбіде Спорт Плюс арнасына қосылып 20 шілде күні 17:00-де бізбен бірге келесі 18-ші турды талқылаңыздар. Ал біздің Плюс ТВ бағдарламасының серіктесі Олимпия екенін еске сала отырып, мен өздеріңізбен қоштасамын.